Реніштің денсаулыққа әсері. Кешірім гүлдердің хош иісі. Кейде өмірдегі жағдайларды өзіміз қалыптастырамыз. Осының салдарынан көптеген дерттер пайда болады. Өйткені дұрыс емес ойлар, атап айтқанда қастасу, жек көру, тәкаппарлық, қызғаныш, өзін кінәлі сезіну, разы болмау, жиналып қалған жағымсыз әсерлер мен сезімдерден шығады. Және олар өте қауіпті келеді. Бір ғана мені жақсы көрмейді деген ойдың өзі түрлі ауруға себеп болмақ. Өйткені осы қорқыныш сезім өмірге қажет энергия көзін бұғаттап тастайды. Егер адам еш нәрсе сезінбесе және махаббатын көрсетпесе, иммунитеті әлсіреп, адамдармен ренжісе береді. Мені жақсы көрмейді деген қорқыныш бала күннен пайда болатынын жоғарыда айтып өттік. Мысалы, әйел адам ішіне бала біткен кезде ол баланы қалап қаламайтынына күмәнданар болса, сол күмән өмірге келетін сәбиге ықпал етеді. Ойлашы, пандемия кезінде біреулер тез ауырып қалса, басқалар мүлде ауырған жоқ. Неге деп ойлайсың? Тұрақты түрде дәрі ішіп отырса, созылмалы ауруы қайта-қайта шыға беретін адамдар бар. Не үшін? Өйткені барлық ауру жүйкеден. Адамдар өздерінің қорқынышының салдарынан ауырады. Бір үрейленген адам барлық қорқынышын өмір бойы жинауға бейімделіп, ең бірінші өзіне кейін ұрпағын құрдымға кетіретін үлкен ызаға тап болады. Кез келген реніш пен жағымсыз әсер адамның энергетикалық кеңістігіне зақым келтіреді. Осылайша оның барлығы денесінде ауру ретінде көрінеді. Еркін әрі бақытты болу немесе қорқу әрі ренжіп өту, қайсысын таңдайсың?